Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Hoş geldinizler. Hoş gördük. Келіңіздер, көргеніңіздер. Келіңіздер, hoş келіпсіздер. Hoş gördük. Ben senin Kırgız ұлтының қызы екеніңді естіп, Зейнеп қызым Зейнеп саған қонаққа келіп қалдық. Я 1 мамыр күні достық татулық мерекесі ғой. Соған орай Қазақстан көп ұлттық мемлекет. Осы көптеген ұлт өкілдері бір шаңырақ астында өмір сүріп жатыр. Татулықта, достықта. Мен Зейнеп қызымның саған қоятын сұрағы бар екен. Сұрағыңды қоя ғой. Мен Қазақ Республикасына негізі келгенімде уже 20 жылдың жүзі болып қалды. Ал енді Қазақ отбасына келгенде 15 жылдар болды. Қырғыз елінің тағамдары, сусындары, ерекшеліктері бұл Қазақ елінің атаулыларында ерекшеленіп тұрады. Ал енді соның ішінен бір ерекше бір тағамы бар, ол сусыны. Жарма деп аталады. Қазіргі кезде ол Мақсым Шора деп айтылып жүр. Мен сіздерге соның жасалуын көрсетіп жіберейін. Соны көрейік. Қандай тағамдардан Біз қырғыздардың ұлттық сусыны Мақсымды дайындаймыз. Алдымен біз майды ерітіп аламыз. Май жақсылап ерігеннен кейін осылай кішкене ғана ұнды үстін қуырып аламыз. Ал үшінші біздің неміз қосатылатын затымыз бұл қалқан. Бисмилlah, қалқанды қосамыз. Енді бұл сұйықтығымызды 45 минутқа 50 минутқа қайнатамыз. Келесі етап бізде бұл қайнап тұрған суды осылай құйып жібереміз. Сусынымыздың басты несі осы. Ал енді жаңағы дайын болған жармамызға біз ашытқы дайындаймыз. Ашытқы дайындау үшін кішкене ғана жармадан бір ожаудай алып аламыз да оңтүстік ашыты айранды бір 2 қасықтай қосып аламыз дайындап. Сөйтеміз да бұны 1 сағатқа жаңағы суып тұрған жармамыздың үстіне құямыз. Сол кезде жармамыз біздің ашып, ішеуге салқындап ішеуге келеді. Түсіндің қызым? Ал біздің шорамызда шолай даяр. Ашыды. Қандай көп керек, күшті, салқындады, ашыды. Көйлес, ұлттық сусынды қосымыз келеді. Келіп қызым. Мақсым Шора.